Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үйден айран ұйытатын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар қаймақ және үйдің сүті. Қаймақты сіздер дүкеннен де ала берсеңіздер болады, ал сүт бізде үйдің сүті. Мен оны пісіріп алдым және жылытып алдым. Сүт қатты суық болып кетпеу керек және қатты ыстық болып кетпеу керек. 38-39 градус болу керек. Енді қаймағымыздың үстіне сүт қосамыз. 1 литр сүтке 1 үлкен қасық қаймақ жетеді. Енді араластырып аламыз. Енді дайын болған осы массамызды сүттің үстіне құямыз. Араластырамыз. Мен сіздерге айранды банкада ұйытуға кеңес беремін. Енді қақпағын жауып, енді мен оның үстін майлықпен ораймын. Бұның үстін тағы да орайтын боламын. Неғұрлым жылы болса, соғұрлым айранымыз тезірек ұйытын болады. 2 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Егер де одан да көп қоятын болсаңыздар, айран қышқыл болып кетеді. Енді күтеміз. Мінекей достар, 2 сағат жылы жерде тұрды, қоюланды. Енді біз оны түнге холодильникке жіберетін боламыз. Қалай болатынын мен сіздерге ертең көрсететін боламын. Мінекей достар, менің айраным түнімен холодильникте тұрды, әдемі болып қоюланды. Мінекей. Тура мен жақсы көретіндей болып шықты. Бұл айранды ішсеңіздер, келесі жолы дүкеннің айранын мүлдем ішкілеріңіз келмейді. Мінекей осындай қою, дәмді болып шықты. Енді араластырып аламыз. Қоюлығын қараңыздаршы, тіпті қасық тұрады. Мүлдем қышқыл емес, дәмі өте керемет. Осындай дәмді әрі пайдалы айранды жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып менің арнама тіркеліп, қоңырау шанын басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.